Бұлай жалғаса беретін болса, болашақта сен жұмыссыз қаласың. Илон Маск, Стив Вайзнак және тағы да мыңнан астам сарапшылар жаңа жасанды интеллект пен нейрондық желілерді дамытуды уақытша тоқтатуға шақыратын ашық хатпен жүгінді. Ашық хат американдық Future of Life Institute коммерциялық емес ұйымының сайтында жарияланған. Хатта AI технологиялар қоғам мен адамзатқа қауіп төндіруі мүмкін делінген. Олар бізді сана мен интеллект бойынша басып озып, бізді алмастыра алады ма делінген. Болашақта жойылып кетуі мүмкін 5 мамандық. Бірінші мамандық бұл ұшқыш. ақш-та соғыс ұшақтарын жасанды интеллектпен басқаруды үйретті. Lockheed Martin компаниясы VIX X-62A ұшағын жасанды интеллект F-16 модификациясы арқылы ұшақты басқара алады деп мақтанды. Ұшу 17 сағатқа созылды. Skynet-ке бір қадам жақындай түсті. Екінші мамандық тележүргізуші журналист. Қытайда жақында жасанды интеллектпен жасалған тележүргізуші жаңалықтарды жүргізіп отырды. Ол жаңалықтарды 24 сағат қана айтып қана қоймай, көрермендердің сұрақтарына жауап беріп отырды. Үшінші мамандық гейм дизайнер. Бұл нейрондық желі арқылы ойынның фонын жай ғана поисковикке мәтінді енгізе отырып, қалаған ойын кестігін құруға болады. Бұл гейм дизайнерлердің қорқынышы. Төртінші мамандық суретшілер, художниктер. Бүгінгі таңда OpenAI ұсынған DALL-E және DALL-E2 сияқты кескін генераторлары барған сайын танымал бола бастады. Жасанды интеллект шын мәнінде өнерді қолжетімдете бастады. Шынымен де қазірдің өзінде сурет салуға арналған көптеген жасанды интеллекттер бар. Бесінші мамандық дыбыстаушылар мен сценаристер. Сценарийді қазірдің өзінде орыс және ағылшын тілде ChatGPT жаза алады. Ал Altered AI жасанды интеллектісі болса, профессионалдық актерлердің дауыстары мен жай адамдардың дауыстарын бір библиотекаға жинап, жаңа дыбыс жүйесін ойлап шығарды. Бұл жүйе адамның жасына, жынысына қарай дыбыс жасай алады. Дыбыс актерлері жасанды интеллект жұмысымызды тартып алып жатыр деп дабыл қағуда. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.